Бисмилля, алхамдулилля, вассалату вассаламу аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті бауырлар, араб тіліне қызығушылық танытқан барша игі жақсылар, өздеріңізбен Такалюм кітабын оқуды әрмен қарай жалғастырамыз. Біз 4-ші тарауға келдік. 4-ші тарау 5-ші сабағымыз. Тақырыбы ануаул жам'i, көпше түрдің түрлері. Көпше түрлерді үшке бөліп қарастырған кітабымыз. Ол жама музаккар сәлим, жама муаннас сәлим және жама таксир деп. Жама музаккар сәлим, жама көпше түр, музаккар ертегі, сәлим сау деген сөз. Жама муаннас деген көпше түр, жама айтқанымыз муаннас әйел-тегі және сәлим сау, таксир сынық деген сөз. Яғни сау еркек ертегіндегі сау көпше түрі, әйел тегіндегі сау көпше түрі және сынық көпше түрді үшке бөліп қарастырсақ болады. Енді бір сәт бір паузаға басып, мынау мысалдарды қарап шықсаңыз болады. Егер қарап шықсаңыз, қараңыз. Барлығын оқып шықтыңыз, қарап шықтыңыз. Жалпымен былай ажыратып алсақ болады. Негізі бұлардың бәрі бір азғантай ғана бір мағлұматтар сізге беріледі. Құдай қаласа бұны үлкен синтаксис, морфологияда негізі әрмен қарай ашып қарастырылады. Бұлай жалпы бір анализ жасап шығуға болады. Ина және уна. Бұл жама музаккар сәлимдіктерге. Көпше сау ертегіндегілер осы соңына ина қосылады екен, немесе уна қосылады. Ина немесе уна қосылады. Мысалы қараңыз. Мисриюна муаллимина. Хаулай мисриюна ихвати я'малуна муаллимина. Яғни сіз білесіз, егер де уна немесе ина қосылып тұрған болатын болса есімге, онда бұлар не деп аталады? Жама музаккар сәлим деп аталады. Ал енді түн деп қосылатын болса, біреу ғана. Бұлар сау әйел тегінде көкше түр деп. Мысалы қараңыз. Толибатун, жамиатун, жамиатун. 90% негізі қай сөздің соңында тамарбутамен бітіп тұрған болатын болса, көп жағдайда әтунмен көкше түрі болады. Енді уна мен ина жалған болса және әтун жалған болған болатын болса, ондай басқа көпше түрлеріне жама таксир дей бересіз. Жама таксир. Яғни тағы айтамын. Уна ина қолтын болса, мысалы, мусриюна, муаллимина секілді. Ина жалған көпше түр, мұғалімдер, мысырлықтар деп көпше түр жасалатын болса, бұлар ертегіндегі сау көпше түрлер болып табылады. Ал әтун, яғни тамарбутамен біткен есімдердің көпше түрі әтун болып бітіп атқан болатын болса, жалпы немесе әтун болып есіміміз бітіп атқан болатын болса, бұл сау әйел тегінде көпше түрі болады. Мынадан басқасын бәрі жама таксир болып табылады. Жама таксирдің өлшемдері өте көп, бұл енді бүгін сабағымызға сыймайды. Сондықтан мына екеуін ажыратып алсаңыз, үшіншісін бәрін, бұл екеуіне келмегенін бәрін жама таксир дей бересіз. Түсіндіре алдық па? Онда бә жаттығуына қарайық. Бә жаттығуында бір сөйлемді оқисыз, сөйлемде көпше түр берілген. Сол көпше түр, мынау жама музаккар сәлим ба, жама муаннас сәлим ба, немесе жама таксир ма, соны ажыратасыз. Мысалы бірінші қараңыз. Акулу саласа ваджибати фил яума. Бір күнде 3 тамақ ішемін, 3 мезгіл тамақ ішемін деген сол. Сол кезде ваджибатин деп атқанымыз қай түрге келіп тұр? Міне көрген жама муаннас сәлим болып тұр. Ал қалғандарын істеу үшін паузаны басыңыз, орындауға кірісіңіз. Онда кеттік, тексеріп көрейік. Бірінші сәлләту мухмалати халфал баби. Мухмалати ол неден? Әтир. Жама муаннас сәлим болады. Жами'ал мауаидил махзузати. Ай махжузатун. Барлық дастархандар бұрындалған. Бұл жер не болып тұр? Анау мауаида деп атқан көпше тұр. Дастархандар. Ол не болып тұр? Надада жоқ, надада жоқ. Значит, не бұл? Бұл жама таксир болады. Үшіншісі, нахну маддауна илал аша. Біздер кешкі асқа шақырылғанбыз дейді. Маддауна, уна алып тұр. Значит, не болады? Жама муаннас, кешіңіз, жама музаккар сәлим.
көпше тұр, не түрінде? Ертегіндегі көпше тұр. Адрусул хамсата айямин фил успуа. Аптасына 5 күн сабақ оқимын деді. Иә? Айям не болады? Ол мынада да жоқ, мынада да жоқ, знаешь, жаман таксир болады. Бір аптада 5 күн сабақ оқимын деді. Ухиббу татанауала мукассарати касирон. Я жаңа орехтерді жегенді жақсы көремін дейді. Яғни не болып тұр бұл жерде? Мукассарати, мына болып тұр, әт. Олай болатын болса, не болады бұл? Жама муаннас сәлим болады. Яғни ал-муаллимуна ғаибуна, ал-йом муаллимдер бүгін жоқ дейді. Муаллимуна, уна жауап тұр, жама муаннас сәлим, ғаибуна, тағы да уна жауап тұр, бұл да жама музаккар сәлим. Музаккар екеуде жама музаккар сәлим болады. Тәжаттығын үйге алайық. Тәжаттығын. Бұларды не істеу керек? Жама муаннас сәлим болғанда және жама музаккар сәлим болғандағы إجماع كلمات آتية وبين عن نوعها كما في المثال الصبرات صبرات جمع مؤنث سالم бірінші жаңа көпше түрін қыласыз. Көпше түрі мынау ма жаңа музаккар сәлим муаннас сәлим немесе жаңа тәсір екенін анықтайсыз. Бұл тәжатту үйге. Енді сізде сұрақ туындайды, мен жама тәсірді қалай істеймін? Дұрыс, енді ина уна әт жалғай ислам бұларды. Жама тәсірді қалай жасаймын дейтін болсам, бұған сізге көмекке сөздік керек. Егер сөздікте алып жаңағы сөздікке мысалы қараңызшы, асыр деген сөзді сөздікке жазасыз. Ол қазір ұялы телефондарда көп қой сөздікке жазған кезде инамен келмейді, уна немесе әт жалғам тұрған болатын болса, онда мына екеуін болады. Қалған көпше тұр болатын болса, көпше тұр тұрады, асыр одан кейін мны деп тұрады. Мны деген множественное число, енді орысша нені қарасаңыз. Ал қазақша арабисті қарасаңыз, онда көп деп тұрады, көпше түрінде. Яғни мына екеуін формуласында болатын болса, онда мына екеуін жазасыз. Ал басқа формулада болатын болса, значит жама таксир деген сөз. Бұл тәжатту үйге. Енді бір азынаулақ сіздерге бір өтініш болып тұр. Мен осыға дейін сіздерге барынша аударып беріп жатырмын, бірақ кішкене бүгін исключение жасайық. Бүгін енді мынау тақырыптардың бәрін сізге берейін. Әсіресе қараңыз, 98 бетті ашайық. 98 бетте сурет тұр ғой, сол суретті 99 бетте тәжаттуғында не істеген айтып берген. Сол 99 беттегі жасыл тәжаттуғын не істейміз? Мәтінді аударамыз, сөйтіп аударманы оқып, аудармасын сіз аудиозапис түрінде группаға жіберуге тиіс екенсіз. Сосын үйге тағы да 100-ші беттегі алиф пен тәжаттуғылары үйге. Және ең соңғысы ол 101-ші беттегі әлбетте әр тараудың соңындағы хадис немесе Құран аяты бізде хадис келіп тұр. Я ғулам сәммилля ва кул бияминика. Ей балақай, Алланың атымен баста, оң қолмен жер, кул мимма ялика, өзінің алдыңнан же деген Алла елшісінің шарапатты сөзі тұр. Соны астынан бастап үстіге қарай жазып шығамыз. Бір қатарға сыйдыруға тырысамыз барынша. Жақсы. Уахиру дауанин, алхамдулиллахи раббил аламин.